Сәлем, ардақты ағайын, қадірлі көрермен. Бүгін біз өскелең ұрпаққа арналған аталы сөз ақсақалдың өсиетін жеткізбекпіз. Уа, жас ұрпақ! Сендер елдің ертеңсіңдер, халықтың үмітін арқалаған асыл мұрагерсіңдер. Сендерге айтар өсиетіміз мынау: еліңді сүйіндер, жерді қастерлеңдер. Бұл ата-бабадан қалған аманат. Жерсіз ел болмайды, тілсіз халық өмір сүрмейді. Тілдеріңді сақтаңдар, дәстүрлеріңді дәріптеңдер. Ар-намысты биік ұстаңдар. Байлықта, даңқта уақытша, ал адалдықпен мәңгілік. Ғылым мен білімге ұмтылыңдар. Білімді елдің болашағы жарқын, білімді жас, халықтың қорғаны. Еңбек етіңдер, маңдай терлерімен несібе табыңдар. Еңбек түбі береке дегенді ұмытпаңдар. Бір-біріңді сыйлап, ынтымақты болыңдар. Бірлігі кеткен елдің берекесі қашады, ал бірлігі бекем халықты ешбір жау жеңе алмайды. Жаман әдеттен аулақ болыңдар. Өсеп пен өтірікке, жалқаулық пен шындыққа жоламаңдар. Жүректеріңді мейірімге, істеріңді адалдыққа толтырыңдар. Қадірлі жастар, сендер қазақтың жалғасысыңдар, елдің болашағы сендердің қолдарында. Арлы болыңдар, адал болыңдар, білімді болыңдар.